Сәлеметсіздер ма, YouTube арнасының көрермендері, қалдарыңыз қалай, денсаулықтарыңыз жақсы ма? Гүл апалар, гүл әпкелер, гүл сіңлілер, гүл сүйер қауым, дендеріңіз сау, аман есен отырсыздар ма? Осы бүгін осы адениум гүлін қысқа қарамастан топырағын ауыстырайын деп отырмын. Бұл гүлім өзі бутондап тұрған, гүл берейін деп, бірақ та бутоны түсіп жатыр, сондықтан витамин керек деп басқа ыдысқа ауыстырып тұрмын. Мінекей қазір ескі топырағынан тастарын алып тастадым. Бетіне тас қойып қойған болатынмын. Қазір қазып аламыз. Қазып алып түбін көреміз. Астына шелек қойған болатынмын. Қазір шелегін алып тастап, сол шелек тұрған орнына жұмыртқаның қабығын қоятын боламын. Ескі шелегін алдық. Тамырларын осы шелекке не қылып отырғызған болған, форма қылып, жан жағына шелекке кигізіп, содан жан жағына жіберіп тамырларын осылай 8 аяқ сияқты өсіргемін. Қазір енді құм, топырақ, өзім бұны сентябрьда ғана не қылғам, ауыстырғам. Топырағы бәрі жақсы, тек витамин топырақтар салмағамын. Жердің топырағы мен құмға отырғызып қойғам, қандай болады екен деп. Қазір биогумус қосып, араластырып, өзінің топырағына биогумусты қостым. Кешегінде барып алып келгем. Соған отырғызатын боламын. Астына көбірек қылып керамзит салдым. Керамзиттен кейін кішкене араластырған топырағымыздан саламыз. Керамзитті жауып кішкене. Содан кейін барып гүлді отырғызатын болам. Өзін ыдысы таза, ешқандай құрт, еш нәрсе жоқ. Топырағында да, ыдысы да таза, сондықтан өз ыдысына отырғызатын боламын. Бұл адениум гүлі негізінде құмды жақсы көретін гүл болып табылады. Құмды көбірек саламыз. Құм, топырақ және де бағана араластырған биогумус топырақтарымен егетін боламын. Керамзитті басып, кішкене топырақ салдым үстінен, керамзиттің үстінен. Дәл шелек алған жерге мінекей не қылған жұмыртқаның қабығын салып, тамырларына витамин болсын деп, тыңайтқыш, жақсы тыңайтқыш болып табылады. Соны салып отырғызам. Ұсақ тамырларын кескенім жоқ осы кезде. Ұсақ тамырларын негізінде кесіп, содан барып 2 сағаттан кейін отырғызым керек болған. Бірақ та мен еткенім жоқ, қыс болғандықтан кішкене қорықтым. Біз жер үйде тұрғандықтан мен жұмысқа кеткенде температура түсіп кетсе, тағы да ауырып қалама деп. Сондықтан өз тамыры көбейіпті, ұсақ тамырлары кеспей-ақ сол бойдан отырғызып қойдым. Тамырын кішкене көтереміз, кішкене формасын осылай ұстап тұру үшін топырақты сеуіп алғандан кейін тамырын кішкене шығарып, шелек тұрған орнын құлап кетпеу үшін астына кішкене тастармен безендіріп қоятын боламын. Тастарды қоятын себебім, тағы да бір жақсы себебі бар оның. Күніменен терезеде тұрып, тастар қызып, өз температурасын кешкі уақытта, түнгі уақытта дейін, түнгі уақытта температурасын топыраққа беріп, тамырларын суытпай тұратын болады. Сондықтан да тас қысын, жазын тас қойып қоятын болам мен осы гүліме. Қазір қайталап тастарын салдым, ортасына көбірек тас қойдым, тамырларын арасынан өткізіп қойып қойдым.
күннің нұрымен кішкене қызып, тамырларына неғып отырады, жақсы болып тұрады. Тамырларына осылай қылып тастарына безендіріп қоям. Әрі безендіруге жатады, әрі өзіне пайдалы. Сондықтан адениум гүліне көбірек құм керек, тас керек, көп су құймау керек. Суды мөлшерімен құю керек. 7-сіне бір-ақ рет құям. Видеом ұнаса келіп кетіңіздер.